Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туыстар, құрметті Жақсылық KZ арнасының көрермендері. Бүгін мен сіздермен бір керемет жаңалықпен бөліскім келеді. Дәл қазір мен Америка құрама штаттар, Калифорния штаты, Сан-Диего қаласындамын. Міне далада жаз, қараңыздар. Далада жаз, қараңыздар. Негіз қазір қыстың уақыты, бүгін 22 қаңтар, бірақ бұл жақта жылы әрқашан жаз. Мынау біз тұратын үй, соның адамдар отырып демалатын жері. Көрдіңіздер ма? Бірақ жаңалық бұл туралы емес, жаңалық менің YouTube каналым туралы. Осыдан осы каналды 2 жыл бұрын ашқан болатынмын. Бірақ ол кезде бұл каналға мен өзімнің видео жобаларымды салуға және соларды сақтау үшін ашқан болатынмын. Кейін бұл каналда көрермендер жиналып, сонымен мен YouTube-тың монетизациясына қарай бір табан жақындаған едім. YouTube-тың шарты бойынша бұл каналда 1000 адам болу керек еді. 1000 адам және 4 сағат қаралым болу керек болатын. Сол шарттарға мен өткен жылы жеткен болатынмын, 24 жылдың басында. Сосын монетизация қосылу үшін Google-ға мен хат жіберген болатынмын. Google-дан монетизация қосылу үшін 6 орынды сан поштаға келу керек болатын. Сөйтіп, көп келмеді, 2 ай күттім, 3 ай күттім, сон бір күні барып поштаға хабарлассам, олар, яғни Google-дан хат келген екен 3 аптаның ішінде. Бірақ дәл мен аттас тағы бір адам болған екен де, сол алып кетіп қалған екен. Сонымен поштаның қызметкері қайтадан сол адамға барып, сұрастырып, сол хатты алып кетті. Сонымен айтады, хатты алдық, бірақ ішін ашып тастаған екен дейді. Мен айттым, жарайды, хаттың өз керегі жоқ, ішінде 6 орынды цифр бар, пин-код соны берсеңдер болды деп. Сөйтіп ол пин-кодты беріп, маған суретін жіберді. Содан не керек, мен оны жаңағы Google аккаунтыма енгіздім, яғни YouTube каналыма. Содан бастап монетизация қосылған болатын. Содан кейін маған енді порог $100 жету керек деді. Сөйтіп мен каналымды қостым, бірақ біреудің видеосын салдым да, сонымен монетизацияны айырып тастадым енді. Сонымен қайтадан 3 ай күттім. 3 ай толғаннан кейін жаңа монетизацияға қайта қосылдым. Сөйттім де каналымды жүргізе бастадым. Сөйтіп, осыдан 1 ай бұрын $100 жеткен болатын, бірақ та қазіргі жағдайда Google төлемді әр айдың 21 мен 26-сында төлейді екен. Сонымен кеше осы түскі сағат түс кезінде маған осындай Google-дан сізге төлем кетті деген хабарлама келді поштаға. Бірақ картамды тексерсем, ақша түспеген. Сосын YouTube-ты қарап, нетсем, адамдар айтыпты, ақша аударылады, бірақ картаға бірден түспейді. Күтуіңіз керек 5 күн деп. Сонымен жарайды дедім де, тексерейін деп түнгі 12-де ұйықтап жатып оянып, бір қарай салайыншы деп қарасам, кәдімгі $102, 3 тиын ғой деймін, қателеспесем. Мультивалюталық картаға, Халық банкінің, соған түскен екен. Сонымен мен міне YouTube арқылы өзімнің алғашқы табысымды таптым. Бірақ та мен каналды бір тұрақты жүргізіп жатқан жоқпын. Анда-санда бір жеген тамақтарымды, жүрген жерлерімді салып қоямын. Естеріңізде болса, 22 жыл Канадаға барғанмын. Сол кезде адамдарға Канадаға қалай баруға болады, қалай виза алуға болады, көмек керек болса, маған жекеме хабарласыңыздар деп жазған болатынмын. Сол видеодан қаншама адам маған жекеме хабарласып, қаншамасы виза алды. Айтпағым не? Айтпағым қазір міне YouTube-дан канал ашыңыздар, канал жүргізіңіздер. Қолыңыздан не келеді, не көресіз, түсіріп сала беріңіз. Міндетті түрде табысқа жетесіз. Егер жүйелі түрде бір жұмыспен айналыссаңыз, белді бір саламен осы YouTube-ға түсіріп, монтаждап жасап түсіретін болсаңыз, YouTube-тан жақсы табыс табуға болатынына көзім жетті. Мен міне өзім алып отырмын, 52 теңге. Көп емес әрине, бірақ бұл
ютубтан пайда табуға болатынын растап отыр. Сондықтан канал ашыңыздар, ештеме қорықпаңыздар, шығармашылықпен айналысыңыздар, сөйтіп табысқа келіңіздер. Сіздермен бірге болған Жақсылық Дәулетұлы, рахмет. Каналға жазылғандарыңызға, маған сенім білдіргендеріңізге көп рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазыла кетіңіздер. Көп рахмет. Алла разы болсын.